сүттен жасалған қазақтың ұлттық тағамы. Сүт ол пісіріліп, айран болып ұйытылғаннан кейін, оны қазанға салып пісіреміз. Қазаннан пісірген сүтті ұйытып, айран қыламыз. Айран қылғаннан кейін, айранның қалғанын дорбаға құйып, ірітеміз. Іріген айранды. Содан сүзбе болады. Сүзбені тұзын салып, бәрін салып, жаңағы керек заттарын салып, құртты езіп, жаңағы сүзбені езіп құрт жасаймыз. Ол дәрумендерге бай, кальций, темір, калий, ағзаға қатқан құрт, тіске пайдалы, сендер жесеңдер. Қызым, күйші Әбдімұн Желдібаевтың ерке сылқын күйін орындай қойшы. Біздің жегеніміз пайдалы екен ғой. Енді үнемі құртты жеп жүрейік. Иә, жеп жүрейік.